1999 жылдың шілдесі. Мен 12 жыл отырып түрмеден шықтым. 12 жыл мен қызымды көрмедім, оның даусын естімедім. Мен оны 13 жаста қалдырдым, енді ол 25-ке толуы керек еді. Атамның үйіне жеткенде көрші әйел Гүлнар есік ашты. Оның көзінде жас бар. Ержан, сіздің қызыңыз 3 жыл бұрын жоғалған. Милиция іздеген, таппаған. Атаңыз 2 жыл бұрын қайғыдан өлген. Мен тұра алмадым. 12 жыл күткен арманым құлады. Бірақ Гүлнар тағы бір нәрсе айтты. Сіздің қызыңызды соңғы рет Мұрат Әлімбетовпен көрген. Мұрат мен өлтірген адамның інісі. Сол секундта мен бәрін түсіндім. Бұл кек. Жүйелі, қатыгез кек. Ал мен оны табамын. Табамын да жазалаймын. Егер сізге осындай мазмұн ұнаса, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. Түрме қақпасы артымнан жабылды. 12 жыл бұл қақпаның ішінде өмір сүрдім. 12 жыл күн санадым, түнде қызымды ойладым. Айгерім менің жалғыз қызым. Ол үшін мен адам өлтірдім, ол үшін мен 12 жылды қабырға артында өткіздім. Енді мен босымын, енді мен оған қайтамын. 1999 жылдың 15 шілдесі. Күн ыстық, аспан ашық. Мен қолымда кішкентай сөмке ұстап тұрмын. Онда менің барлық дүнием бар, 2 көйлек, 1 шалбар, әкемнің хаты. Әкем әр айда хат жазатын. Айгерім жақсы оқиды, сені күтіп жүр деп жазатын. Соңғы хат 2 жыл бұрын келген. Одан кейін үнсіздік. Мен ойладым, әкем қартайған, жаза алмайды. Бірақ қате ойладым. Автобус аялдамасында тұрып, қалаға баратын көлікті күттім. Аялдамада тағы 3 адам бар. Олар маған қарайды, содан кейін көзім бұрады. Түрмеде шыққанды көруге болады. Киімім ескі, денем арық, көзімде 12 жылдық зорлық бар. Автобус келді. Мен отырдым терезе жағына. Қала жақындады. Үйлер, көшелер, адамдар. Бәрі өзгерген. 1987 жылы мен кеткенде қала басқаша еді. Енді көп дүкендер бар, жаңа көліктер жүреді, адамдар жаңа киімдер киген. Кеңес одағы ыдырады екен, елімізде тәуелсіздік болды. Бәрі өзгерген. Бірақ маған бәрі бірдей. Маған тек қызым керек. Атамның үйіне жеттім. Бұл қаланың шетіндегі көне үй, 2 бөлмелі, кішкентай ауласы бар. Мен осы үйде туып өстім, менің қызым осы үйде әкесін күтті. Қақпаны аштым, аулаға кірдім. Бәрі өзгеріссіз. Алма ағашы, ескі орындық, құрап қалған құдық. Есікке жақындап қағып жібердім. Күттім, ешкім жауап бермеді. Тағы қақтым. Қолды естідім, есік ашылды. Бірақ есікті әкем емес, көрші әйел Гүлнар ашты. Ол 60-та, семіз, жақсы әйел. Мен оны білемін, ол бізбен қатар тұрады. Гүлнар мені көрді, көзі кеңейді. Ержан, сен шықтың ба? Шықтым, Гүлнар апа. Әкем қайда? Қызым қайда? Гүлнар көзін түсірді. Ержан, кір, отыр. Бізге сөйлесуіміз керек. Оның даусында бір нәрсе бар, жаман нәрсе. Мен түсінбедім, бірақ қорқып кеттім. Гүлнар үйге кірдім, асханаға отырдым. Гүлнар қарсымда отырды, қолдарын ұстап. Ержан, мен саған қиын хабарды айтуым керек. Сенің әкең Қадырбек 2 жыл бұрын қайтыс болды. Жүрек соқты, тез өлді, азап шекпеді. Дүние тоқтады. Әкем өлген. 2 жыл бұрын. Мен түрмеде отырған кезде. Ол жалғыз өлді, мен жанында жоқ едім. Гүлнар сөйлеуін жалғастырды. Оны көршілер жерледі. Мен де болдым. Қыстаудағы зиратқа жерледік. Кешір, Ержан, сені хабарлауға тырыстық, бірақ түрме қабылдамады. Мен үнсіз отырдым. Әкем өлген. Бұл өте ауыр еді. Бірақ тағы бір сұрақ бар. Ал қызым? Айгерім қайда? Гүлнар көз жасын сүртті. Ержан, сенің қызың Айгерім 3 жыл бұрын жоғалды. Ол 16 жасында еді. Бір күні үйден шығып кетті, қайтып келмеді. Әкең милицияға барды, іздеуге жіберді. Милиция 1 апта іздеді, ештеңе таппады.
Олар қыз өз еркімен кеткен шығар деді. Әкең сенбеді, өзі іздеді, бірақ табылмады. Ол 2 жыл қайғыда жүрді, содан кейін жүрегі соқты. Мен тыныс ала алмадым. Қызым жоғалған. 3 жыл бұрын. 16 жасында. Қайда? Неге? Мен дауыс шығарға тырыстым. Гүлнар апа, оны соңғы рет қашан көрдіңіз? Гүлнар ойланды. 3 жыл бұрын, маусымда. Ол көшеде жүрді, бір ер адаммен бірге. Мен алыстан көрдім, таныдым. Ол адам Мұрат Әлімбетов. Жергілікті криминал әлемінің басшысы. Оның әкесі кооператив директоры болатын, байлығы көп. Ағасы Қайрат еді, сен оны өлтіргенсің. Мұрат Қайраттың інісі. 12 жыл бұрын сот залында отырған 18 жастағы жас бала. Оның көзінде кек бар еді. Енді ол 3 жасында. Енді оның қолында менің қызым бар. Мен барлығын түсіндім. Бұл кек. Мен оның ағасын өлтірдім, ол менің қызымды алды. Жүйелі, қатыгез, ұзақ кек. Гүлнар сөйлесуін жалғастырды. Ержан Мұрат қауіпті адам. Оның қолында милиция бар, прокурор бар, барлық билік бар. Ол қыздарды сатады, есірткі сатады, қару сатады. Кім оған қарсы шықса, жоғалады немесе өледі. Сен түрмеден жаңа шықтың, өтінемін, оған бармай. Өзіңді құтқар. Мен Гүлнарға қарадым. Гүлнар апа, менің қызым оның қолында. Мен оған барамын. Табамын да, құтқарамын. Содан кейін Мұратты жазалаймын. Қандай болса да. Гүлнар басын шайқады. Ержан, сен өлесің. Мұрат сені өлтіреді. Мен тұрдым. Өлсем де, алдымен қызымды табамын. Міне, менің жолым. Гүлнар үйден шықтым. Көше бос, күн батып жатыр. 1999 жыл. Елімізде бостандық бар, бірақ заң жоқ. Күшті адам бәрін басқарады. Мұрат сондай адам. Бірақ мен де күштімін. Түрмеде 12 жыл өткіздім, қорықпауды үйрендім. Енді соғыс басталады. 12 жыл бұрын. 1987 жылдың мамыры. Мен Ержан Қадырбаев, 40 жаста, орта мектептің математика мұғалімі. Әйелім Нұргүл 3 жыл бұрын автокөлік апатынан қайтыс болды. Содан бері қызым Айгеріммен екеуміз ғана тұрамыз. Айгерім 13 жаста, 7 сыныпта оқиды. Ол ақылды қыз, оқуда үздік, суретшілікке қабілеті бар. Әр кеш ол мектептен келіп, маған сабағын көрсетеді. Әке, бүгін математикадан 5 алдым деп қуанышпен айтады. Мен оны құшақтап керемет қызым дер едім. Біздің өміріміз қарапайым. Әкем Қадырбек өз үйінде тұрады, біз оған жиі барамыз. Әкем әскери қызметте болған, қазір зейнетте. Ол Айгерімді жақсы көреді, оған шахмат ойнатады. Айгерім шахмат ойнау ақылды болуға көмектеседі дереді. Айгерім күліп әкемнің қасында отырады. Мен оларды көріп бақытты сезінемін. Менде басқа ештеңе керек емес. Бір сәрсенбі күні мамыр айының соңы, маусымның басы. Мен мектепте сабақ беріп жүрмін. Сағат 3-ке жақын. Есік ашылады, мектептің директор кіреді. Ержан Қадырбаев, сізге жедел хабар бар. Қызыңыз ауруханада. Жүрегім тоқтап қалды. Айгерім ауруханада. Не болды? Директор білмейді. Тек дәрігер телефон соқты, дереу келіңіз деді. Мен жүгіріп ауруханаға келдім. Травматология бөлімі. Медбике мені бөлмеге алып барды. Онда Айгерім жатыр төсекте, бетінде көгерген-із, көзі ісіп кеткен, киімі жып. Мен оған жақындап қолынан ұстадым. Қызым, не болды? Айгерім көз жасымен маған қарады, ештеңе айта алмады. Дәрігер келді, әйел адам, 45-тегі. Ержан Қадырбаев. Мен сіздің қызыңызды 2 сағат бұрын полиция келді. Оны орманда тапты, киімі жыртық, денесінде көгерген іздер бар. Бірақ физикалық жарақат жоқ, тек көгерген іздер. Біз тексердік, зорлау болған жоқ. Ол қашып құтылған сияқты. Дәрігер шығып кетті. Мен Айгерімнің қасында отырып қолынан ұстап тұрдым. Қызым, маған айт, не болды? Кім істеді? Айгерім жылады, содан кейін сыбырлап айтты. Әке, мектептен үйге келе жатырдым.
Орманды жолдан өттім. Бірден 5 адам шықты. Олар мені ұстады, орманның тереңіне апарды. Мен айқайладым, бірақ ешкім естімеді. Олар менің киіміме қол тигізді, мені жерге итеріп жіберді. Мен қарсыласып тырнап жібердім. Біреуі айқайлады, мен пайдаланып қашып шықтым. Олар қуып жүгірді, бірақ мен тезірек жүгірдім, жолға шықтым, адамдар көрді, олар тоқтады. Мен тыныс ала алмадым. Қызыма зорлық жасамақ болған. 5 адам. 13 жастағы қызға. Мен қаным қайнап кетті. Олар кім еді? Айгерім сыбырлады. Мен біреуін таныдым. Қайрат Әлімбетов. Кооператив директорының ұлы. Ол 25-те, үлкен адам. Оның достары бар еді, олар бәрі мас болатын. Қайрат Әлімбетов. Мен бұл есімді білемін. Оның әкесі ықпалды адам, байлығы көп, билікте байланысы бар. Қайрат еркін жүреді, не істесе де жасайды. Бірақ енді ол менің қызыма қол тигізді. Мен тұрып ауруханадан шықтым, тікелей милиция бөліміне бардым. Бөлімде кезекші милиционер отыр, 25-тегі, жалқау көзді. Мен оған айттым. Менің қызыма зорлық жасамақ болды. 5 адам. Біреуі Қайрат Әлімбетов. Мен арыз жазғым келеді. Милиционер маған қарады, хаттым алды. Жаз деді. Мен жаздым. Барлық детальдарды жаздым. Милиционер оқыды, содан кейін айтты. Жақсы, біз тергейміз. 1 аптадан кейін жауап береміз. 1 апта өтті. Жауап жоқ. Мен қайта бөлімге бардым. Басқа милиционер отыр. Менің арызым қайда? Қандай арыз? Қайрат Әлімбетов туралы арыз. Ол іске қарады, иығын қисайтты. Бұл іс жабылды. Дәлелдер жоқ. Қызым өз айтқан, зорлау болған жоқ, тек қашып құтылған. Ал көгерген іздер құлап алған болуы мүмкін. Қайрат Әлімбетов ештеңе істеген жоқ. Мен түсінбедім. Дәлелдер жоқ. Менің қызым айтты. Милиционер салқын қарады. Сіздің қызыңыз жас өспірім, түсіндіріп жіберуі мүмкін. Ал Қайрат Әлімбетовтің әкесі ықпалды адам. Біз оған жала жабуға болмайды. Істі жабамыз. Мен қайта шағым жасадым. Прокуратураға бардым. Онда да дәл сондай жауап. Дәлелдер жоқ, іс жабылды. Сол түнде мен ұйықтай алмадым. Қызым менің үйде ұйықтап жатыр, ол қауіпсіз, бірақ қаншаға дейін. Қайрат бос жүреді. Ол қайта келуі мүмкін. Милиция көмектеспейді, заң көмектеспейді. Мен қызымды өзім қорғауым керек. Келесі жұма кеші. Мен білемін Қайрат қайда жүретінін. Орталық көшедегі пивнойда достарымен отырады. Мен сол жерге бардым, сыртта күттім. Сағат 11-де олар шықты. 5 адам, бәрі мас, күліп айқайлап жүр. Қайрат ең биік, әрі, жүріп барады. Олар 4 жаққа тарап кетті. Қайрат жалғыз жүреді, үйіне қарай. Мен оны қараңғы көшеде күттім. Ержан деген дауыс ішімнен айтты, бұл қателік. Бірақ басқа дауыс айтты, оған басқа жол жоқ. Қайрат маған жақындады. Мен шықтым. Қайрат, тоқта. Ол бұрылды, мас көзбен маған қарады. Кімсің сен? Мен Ержан Қадырбаевпын. Айгерімнің әкесі. Сен оған қол тигіздің. Қайрат күлді. Айгерім? Кішкентай қыз. Ол жақсы қыз еді. Мен оны әлі де аламын, біраз уақыттан кейін. Мен ештеңе естімедім. Қаным басыма ұшты. Мен Қайратқа ұмтылдым, жақсынан ұрдым. Ол тепсе де артқа кетті, бірақ тұрды. Мен қайта ұрдым. Бұл жолы ол құлады, басы асфальтқа соғылды. Көп дыбыс. Қайрат жатыр, қимылдамайды. Мен оған жақындадым, бүгіліп тыныс тексердім. Жоқ, ол тыныс алмайды. Өлі. Мен паникаламадым. Тым салқын сезіндім. Қолым дірілдеді, бірақ ақылым айқын. Қайрат өлген. Мен оны өлтірдім. Бұл самообороналық емес, бұл кек. Мен білетімін.
Соттар да біледі. Бірақ маған өкінбейді. Ол менің қызыма қол тигізді. Мен қалтамнан жалпылы телефон автоматын таптым, милицияға қоңырау шалдым. Алло, милиция. Мен адам өлтірдім. Орталық көшеде, пивнойдың жанында. Атым Ержан Қадырбаев. Келіңіз, 15 минуттан кейін милиция келді. 2 көлік, 6 милиционер. Олар мені ұстап қолға кісен салды. Командир қарады. Бұл кім? Мен жауап бердім. Қайрат Әлімбетов. Мен оны өлтірдім. Себебі ол менің қызыма зорлық жасамақ болды. Командирдің беті өзгерді. Қайрат Әлімбетов. Кооператив директорының ұлы. Иә, сен не істедің, ақымақ? Оны бөлімге алып кетіңдер. Бөлімде мені камераға отырғызды. Кішкентай камера 2 адамға арналған. Мен жалғыз отырдым, қабырғаға сүйеніп. Түн өтті. Таңертең тергеуші келді. 40 жаста, қатаң бет. Ержан Қадырбаев. Иә, сен Қайрат Әлімбетовті өлтіргенсің? Иә, неге? Мен бәрін айттым. Қызым туралы, зорлық туралы, милицияның көмектеспегені туралы. Тергеуші жазды, содан кейін айтты. Сенің қызыңның арызы бар, бірақ ол жабылған. Дәлелдер жоқ еді. Сен өз қолыңмен заң қабылдауға құқығың жоқ. Бірақ ол заң көмектеспеді. Мен қызымды қорғауым керек еді. Тергеуші мені суық қарады. Енді сен өлтірушісің. Түрмеге барасың. Сот процесі 2 ай кейін басталды. Шілде айы. Зал толы журналистер бар, Қайраттың туыстары бар. Әкесі Әлімбетов отыр, баяу бет, қатыгез көз. Оның қасында 18 жастағы жас бала отыр. Бұл Мұрат, Қайраттың інісі. Ол маған қарайды, көзінде өлім бар. Прокурор аға, 60 жаста, тәжірибелі. Ол менің қасақана өлтіргенімді айтады. Ержан Қадырбаев Қайрат Әлімбетовті жоспарлап өлтірді. Ол оны күтіп тұрды, соққы жасады. Бұл қасақана өлтіру. 15 жыл түрме талап етеміз. Менің адвокатым жас, 30 жаста, тәжірибесіз. Ол қорғауға тырысады. Ержан Қадырбаев қызын қорғады. Қайрат Әлімбетов оған зорлық жасамақ болды. Бұл әке ретінде табиғи әрекет. Бірақ судья прокурорды тыңдайды. Процесс 3 күн жалғасады. Куәлар келеді. Дәрігер Айгерімнің жарақаттары туралы айтады. Милиционер арыздың жабылғанын айтады. Бірақ Қайраттың әкесінің адвокаты күшті. Ол айтады, Қайрат бейкүнә, дәлелдер жоқ, тек қыздың сөзі бар. Ал Ержан Қадырбаев қасақана өлтірді, күтіп тұрып жоспармен. Соңғы күні судья үкім оқиды. Ержан Қадырбаев кінәлі табылды. Қасақана өлтіру. Жеңілдетуші мән бар, отбасын қорғау. Бірақ ол заңды өз қолына алды. Үкім 12 жыл түрме, қатаң режимде. Зал шуылдайды. Қайраттың әкесі қанағаттанып отыр. Мұрат маған қарайды, оның көзінде уәде бар. Мен сені ұмытпаймын. Мені залдан шығарады. Конвой көлігінде түрмеге апарады. Жолда мен терезеден қарап отырмын. Менің қалам өтіп жатыр. Онда менің қызым бар. Айгерім 13 жаста. Мен оны әкемнің қасына қалдырдым. 12 жыл ол әкесіз өседі. 12 жыл мен оны көре алмаймын. Бірақ мен дұрыс істедім. Қайрат өлді, ол оған қайта қол тигізбейді. Қызым қауіпсіз. Немесе мен солай ойладым. Түрмеден шыққаннан кейінгі бірінші күн. 1999 жыл, шілде 16-сы. Мен Гүлнардың үйінен шықтым, қайда баратынымды білмедім. Әкем өлген, қызым жоғалған. Мұрат оны ұстап жүр. Неден бастаймын? Алдымен қызымды істеймін. Оны табу керек. Мен көршілермен сөйлесуге кірістім. Бірінші Нұрлан аға, көршіміздің қасындағы үйде тұрады. Ол 60-та, Зейнетте бұрын заводта жұмыс істеген. Нұрлан аға, Айгерім туралы не білесіз? Ол қашан жоғалды? Нұрлан ойланды. 3 жыл бұрын, жаз еді, маусым немесе шілде. Айгерім 16 жасында еді. Бір күні ол үйден шығып кетті, әкем Қадырбекке үйге қайтпай келмейтінін айтты. Әкем күтті, түн болды, Айгерім жоқ.
Ол милицияға барды. Милиция іздеуге шықты, бір апта іздеді. Еш нәрсе таппады. Олар айтты, қыз өз еркімен кетті, 16 жаста, қашқысы келген шығар. Әкең сенбеді, өзі іздеді. Әр жерге барды, адамдардан сұрады. Бірақ табылмады. 2 жыл өтті, әкең сарғайып ауырды, жүрегі соқты. Мен Нұрланға көп рахмет айтып кеттім. Қайда іздеймін? Милиция көмектеспейді. Өзім іздеймін. Мен қалаға бардым, базарға. Онда көп адам бар, әр түрлі хабарлар таралады. Кейбір әйелдерге Айгерімнің суретін көрсеттім, ескі сурет, 13 жастағы қыз, әдемі, күліп тұр. Бұл қызды көргендеріңіз бар ма? Олар басын шайқады. Жоқ, көрген жоқпыз. 1 сағат өтті. Ештеңе жоқ. Содан кейін бір қарт әйел маған жақындады. Ол 70-ке жақын, қара киінген, дауысы нашар. Жас адам, сен қызды іздеп жүрсің бе? Иә, апа. Бұл менің қызым. 3 жыл бұрын жоғалған. Апа маған қарады, айналасына қарады, сондай кейін сыбырлады. Мені шетке ер. Мен оны базардың шетіне ертіп бардым. Апа айтты. Менің атым Күнсұлу, мен базарда сауда жасаймын. 3 жыл бұрын мен сенің қызыңды көрдім. Ол бір ер адаммен бірге жүрді. Қыз қорыққан көзбен, еркін емес, мәжбүр жүргендей. Сол ер адам Мұрат Әлімбетов. Жергілікті криминал басшысы. Ол қыздарды ұстап жүреді, оларды пайдаланады немесе сатады. Оның үйі бар, қаланың сыртында, ескі кірпіш зауыт маңында. Онда қыздар жабық тұрады. Бірақ сақ бол, жас адам. Мұрат қауіпті. Милиция оның қалтасында. Ешкім оған қарсы тұра алмайды. Мен Күнсұлу тәтеге көп рахмет айттым. Ескі кірпіш зауыт маңы. Білемін қайда екенін. Қаланың шетінде тасталған өнеркәсіп аймағы. Мен сол жерге бардым. Күн батып келеді. Зауыт ескі, қираған, терезелері сынған. Онда ешкім жұмыс істемейді. Бірақ зауыттан 200 метр жерде үй бар. Үлкен үй 2 қабатты, қоршалған, қақпасы бар. Күзет тұр. Мен алыстан қараймын, жасырынып. Күзет 2 адам, жас жігіттер, қарулы. Олар қақпаның жанында тұрып, шылым тартады. Кешке көлік келді. Үлкен джип қара түсті. Одан ер адам түсті. Мен оны тани алмадым, тым алыс. Бірақ оның киімі қымбат, жүрісі сенімді. Ол үйге кірді. Күзет оған құрмет көрсетті. Бұл Мұрат болуы керек. Түн болды. Мен күттім. Сағат 12-де тағы бір көлік келді. Одан 2 қыз түсті. Жасы 17-ден 18-ге дейін, киімі арзан, көздері қорыққан. Күзет оларды үйге кіргізді. Мен түсіндім. Бұл шынымен қыздарды ұстайтын үй. Мұрат оларды мұнда жабады, содан кейін пайдаланады немесе сатады. Мен қанымды сездім. Менің қызым осы үйде. 3 жыл осында. Мен оны құтқаруым керек. Бірақ қалай? Күзет бар, Мұрат қауіпті, милиция оның қолында. Егер мен тікелей барсам, мені өлтіреді, қызым құтқарылмайды. Жоспар керек. Ақылды жоспар. Мен үйден кеттім, қалаға қайттым. Түнде ойландым. Мұратқа жақындау керек. Оның жанында болу керек. Ішінен бұзу керек. Бірақ қалай? Мен оны білмеймін, ол мені білмейді. Немесе біледі. 12 жыл бұрын ол менің ағасын өлтіргенімді көрді. Егер ол есінде сақтаса, мені танир. Жоқ, басқа жол керек. Мен оның адамдарының біріне жақындаймын. Олардан бірінің сенімін аламын. Содан кейін Мұратқа жақындаймын. Келесі күні мен базарға қайттым, Күнсұлу тәтені таптым. Апа, Мұраттың қасында қандай адамдар жұмыс істейді? Күнсұлу ойланды. Бірнеше адам бар. Ерболат деген жігіт 28-де әскерде қызмет еткен, қазір Мұратқа жүк тасиды. Самат деген күзетші 32-де отбасылық 3 баласы бар. Дәулет деген есеп айырысушы 30-да ақшаны жақсы көреді. Олардың барлығы пивнойда отырады, орталық көшеде. Ерболат. Әскерде болған жас, сөйлесуге болады. Мен оған жақындаймын. Сол кеш мен пивнойға бардым. Ішінде адамдар отыр, ішіп сөйлесіп жатыр.
Мен Ерболатты байқадым. Ол бұрышта отыр, жалғыз, үстелде пиво. Биік, ірі, қысқа шашты, әскери стиль. Мен оның үстеліне жақындадым. Бос орын бар ма? Ерболат қарады, басын шайқады. Отыр. Мен отырдым, өзіме пиво алдым. Біз үнсіз отырдық. Содан кейін мен сөйледім. Атың кім? Ерболат. Сенікі? Ержан, түрмеден жаңа шықтым. Ерболат қызықты қарады. Қанша отырдың? 12 жыл. Неге? Адам өлтірдім. Ерболат кімәйіп пивосын ішті. Дұрыс істедің бе? Дұрыс, ол менің отбасыма зиян келтірді. Мен оны жазаладым. Ерболат басын лықтап, түсінікті, қазір не іздеп жүрсің? Жұмыс, түрмеден шыққанда ешкім алғысы келмейді. Ерболат ойланды. Мен көмектесе аламын. Менің басшым адам іздеп жүр. Қандай жұмыс? Жүк тасу. Сұрақ қоймау. Мен келісемін. Осылайша мен Мұраттың әлеміне кірдім. Келесі күні Ерболат мені таңертең 6-да алды. Біз жүк көлігімен қаланың сыртына шықтық. Жол тыныш, таңертең ерте, көшелерде адам аз. Мен Ерболаттан сұрадым. Біз қайда барамыз? Қоймаға жүк алып басқа жерге апарамыз. Қандай жүк? Сұрақ қойма деген едің ғой. Мен үндемедім. Жарты сағаттан кейін біз қоймаға жеттік. Ескі ғимарат, қаланың шетінде, айналасында ешкім жоқ. Ерболат көлікті тоқтатты. Түс, жүк тиеміз. Біз қоймаға кірдік. Ішінде қараңғы, бір шам жанып тұр. Бұрышта 10 шақты сандық тұр. Ерболат біреуін ашты. Мен ішіне қарадым. Онда табаншалар жатыр, 15 дана. Қару, заңсыз қару. Ерболат маған қарады. Қорықтың ба? Жоқ, мен түрмеде қорқуды ұмыттым. Жақсы, сандықтарды көлікке тиейміз. Біз жарты сағат жұмыс істедік. Барлық сандықтар көлікте. Содан кейін Ерболат айтты. Енді екінші қоймаға апарамыз. Жолда сақ бол. Милиция тоқтатса, ештеңе білмейсің. Жүк не екенін білмеймін деймін. Біз екінші қоймаға жеттік. Онда 2 адам күтіп тұр. Ірі жігіттер, қарулы. Олар сандықтарды тексерді, басын шайқап, ақша берді. Ерболат қабылдады. Біз кері қайттық. Жолда Ерболат сөйлей бастады. Ержан, сен жақсы жұмыс істедің. Менің басшым Мұрат қанағаттанады. Ол тағы жұмыс береді. Қанша ақша алам? 1 жолға 1000 рубль. Көп ақша сол кезде, 1 айлық жалақы. Мен сұрақ қойдым. Мұрат кім? Ерболат қарады. Сен шынымен білмейсің бе? Білмеймін, түрмеде 12 жыл отырдым. Ерболат түсіндірді. Мұрат Әлімбетов. Жергілікті криминал басшысы. Оның әкесі кооператив директоры болатын, бай адам. Ағасы Қайрат болатын, бірақ оны біреу өлтірді. Енді Мұрат барлығын басқарады. Оның қасында 15 адам жұмыс істейді. Қару сатады, есірткі сатады, қыздарды сатады. Милиция, прокурор оның қалтасында. Ешкім оған қарсы тұра алмайды. Мен үнсіз тыңдадым. Мұрат дәл Гүлнар айтқандай. Қауіпті, қатал, билікте. Ал оның қасында менің қызым бар. Мен сұрақ қойдым. Ерболат, Мұрат қыздарды сатады дейсің. Бұл қалай болады? Ерболат 2 бөтелке пиво ішкеннен кейін еркін сөйлейді. Мұраттың адамдары қалада жас қыздарды істейді. 16-дан 18-ге дейін. Отбасынан қашқандарды, жалғыздарды. Оларды алдап алып келеді, немесе күшпен ұстап алады. Содан кейін Мұраттың үйіне жабады. Онда қыздар бөлмелерде отырады, құлыпталған. Құжаттарын алып алады, олар қаша алмайды. Кейбіреулерін Мұрат өзі пайдаланады, кейбіреулерін басқа қалаларға сатады. Үлкен ақша. Мен қаным қайнады. Бірақ бетіме шығармадым. Түрмеде өзімді басқаруды үйрендім. Мен сұрадым. Қанша қыз бар? Ерболат иығын қисайды. Білмеймін, әрдайым өзгереді. 6 немесе 8. Кейде көп, кейде аз. Мұрат оларды ұстайды, содан кейін жібереді немесе сатады. Олар қайда тұрады? Мұраттың үйінде.
Қаланың сыртында. Сен онда болдың ба? Жоқ, тек Самат күзетші және Дәулет есеп айырысушы кіреді. Мен жүк тасушымын, үйге рұқсат жоқ. Біз қалаға қайттық. Ерболат мені түсірді. Ержан, келесі аптада қайта жұмыс болады. Келесің бе? Келемін, жақсы. Ерболат кетіп қалды. Мен көшеде тұрып ойландым. Мұраттың адамдарына сенім беру керек. Одан да көп жұмыс істеймін, содан кейін Мұраттың өзіне жақындаймын. Содан кейін қызымды табамын. Бір апта өтті. Ерболат қайта шақырды. Біз тағы жүк тасыдық. Бұл жолы есірткі. Сандықтарда анаша және мақ бар. Біз басқа қалаға апардық, сатқандарға бердік. Ақша алдық. Ерболат маған 1500 рубль берді. Жақсы жұмыс істедің. Мұрат қанағаттанды. Ол сенімен кездескісі келеді. Жүрегім қатты соқты. Мұрат менімен кездес. Кісі келеді. Қайраттың інісі. 12 жыл бұрын сот залында отырған жігіт. Ол мені тани ма? Мен өзгердім. Түрмеде қартайдым, шашым ағарды, денем арықты. 12 жыл ұзақ уақыт. Ол есіне түспеуі керек. Кешке Ерболат мені бір ресторанға алып барды. Жаңа ресторан қымбат, ішінде бай адамдар отыр. Біз үстелге бардық. Онда бір ер адам отыр. 30-да, киімі қымбат, сағаты алтын, көзі салқын. Бұл Мұрат, мен оны көріп қан қатты. Бірақ бетіме шығармадым. Мұрат маған қарады. Сен Ержансың? Иә, Ерболат айтты, түрмеден шыққансың. Қанша отырдың? 12 жыл. Неге отырдың? Адам өлтірдім. Кімді? Маған зиян келтірген адамды. Мұрат күлімсіреді. Дұрыс, мен өз-өзіне қарайтын адамдарды жақсы көремін. Сенімен жұмыс істейміз. Рахмет. Мұрат маған қарап тұр. Ол мені танымайды. 12 жыл оны өзгертті. Мен басқа адаммын. Жақсы, Мұрат айтты. Ержан, менің бизнесім қатал. Адамдар ойлады, адамдар зорланады, адамдар сатылады. Егер сен жұмыс істесең, қорықпауың керек. Сұрақ қоймауың керек. Істейміз дегенді істейміз. Түсінікті ме? Түсінікті, мен түрмеде қорқуды ұмыттым. Жақсы, келесі аптадан бастап сен менің адамымсың. Сол түнде мен үйге қайттым. Әкемнің үйінде жалғыз тұрамын. Мен төсекке жатып қызымды ойладым. Айгерім, ол осы жерде, қаланың бір жерінде. Мұраттың үйінде. 3 жыл ол онда тұр. Не көрді? Не шегінді? Мен ойламауға тырыстым. Қайғы мені өлтіреді. Мен оны табуым керек. Әр қандай бағамен. Енді мен Мұраттың адамымын. Оған жақындадым. Тағы біраз уақыт керек, содан кейін табамын. 3 апта өтті. Мен Мұраттың адамы болдым. Әр аптада жұмыс істеймін, жүк тасимын, ақшаламын. Ерболат маған сенеді, Самат күзетші де таныды. Мұрат мені 3 рет көрді, қанағаттанған. Ержан, сен жақсы жұмысшысың. Сенімдісің, маған сондай адамдар керек. Бір күні Мұрат телефон соқты. Ержан, бүгін кешке менің үйіме кел. Ерекше тапсырма бар. Жүрегім қатты соқты. Оның үйі. Қыздар тұратын үй. Қызым тұратын үй. Мен даусымды тегіс ұстадым. Қай уақытта? Сағат 8-де. Келемін. Кеш болды. Мен Мұраттың үйіне келдім. Қақпада Самат күзетші тұр. Ержан, кел ішке. Мұрат күтіп тұр. Мен қақпадан кірдім, үлкен аулаға. Үй шынымен үлкен, 2 қабат, жарықтар жанып тұр. Есікте тағы бір күзетші, мен оны білмеймін. Ол мені тексерді, қарулы жоқпын деп. Содан кейін ішке өткіздім. Үйдің ішінде бай жиһаздар, қымбат кілемдер, зор телевизор. Бірақ атмосфера ауыр, үрейлі. Бір бөлмеден дауысы естілді, қыздың жылауы. Мен тоқтап қалдым. Самат маған қарады. Жүре бер. Сұрақ қойма. Мен жүрдім.
Мұрат залда отыр, дивандағы, қолында коньяк. Ержан, келдің бе? Отыр, мен отырдым. Мұрат маған коньяк құйды. Бүгін біз сөйлесеміз. Мен іштім. Мұрат айтты. Ержан, мен саған сенемін. Сен дұрыс адамсың. Түрмеде отырған қатал өмірді білесің. Маған сондай керек. Рахмет. Мұрат тағы коньяк құйды. Мен саған жаңа тапсырма беремін. Үйдегі қыздарды қадағалауың керек. Олар қашып кетпесін. Кейде олар тырысады, бірақ біз жібере алмаймыз. Егер біреу қашса, сен жауапты боласың. Түсінікті ме? Түсінікті. Қыздар қайда? Екінші қабатта. 10 бөлме бар. Әрбір бөлмеде бір немесе 2 қыз. Сен барлығын тексересің, бөлмелердің құлпын тексересің, терезелердің жабық екенін тексересің. Әр күні 2 рет, таңертең және кешке. Істей аламын ба? Иә. Самат мені 2-ші қабатқа алып барды. Дәліз ұзын, 2 жағында бөлмелер. 10 бөлме. Самат айтты. Міне, кілттер. Әр бөлмені аш, тексер, қайта құлыпта. Тағам сағат 3-те әкеледі, сен бөлмелерге салып бересің. Олар ешкіммен сөйлеспейді, тек сен және Мұрат жақсы. Самат кетті. Мен дәлізде жалғыз қалдым. Қолымда кілттер. 10 бөлме. Әр қайсысында қыз бар. Біреуінде менің қызым бар. Мен бірінші бөлмеге бардым, кілтпен аштым. Ішінде 2 қыз отыр, 17-де, арық, көздері қорыққан. Олар маған қарады, ештеңе айтпады. Мен терезені тексердім, жабық, темір торлар бар. Есікті жаптым, құлыптадым. 2-ші бөлме. Бір қыз 18-де жылап отыр. 3-ші бөлме. 2 қыз, жас 16-да. 4-ші, 5-ші, 6-ші. Әрбірінде қыз бар, бәрі бірдей арық, қорыққан, үмітсіз. Мен 7-ші бөлмені аштым. Ішінде бір қыз отыр, төсектің шетінде, басын төмен салған. 25 жаста болуы мүмкін, шашы ұзын, денесі арық. Мен кірдім. Қыз басын көтерді. Жүрегім тоқтады. Бұл Айгерім, менің қызым. 13 жаста қалдырған сұлу қызым енді 25 жаста, бірақ 40 сияқты көрінеді. Беті бледный, көздері қуыс, жүзінде көне жарақат іздері бар. Ол маған қарады, бірақ танымады. Мен өзгермішпін. 12 жыл түрме адамды өзгертеді. Мен дауыс шығардым. Атың кім? Айгерім үнсіз қарап тұрды. Айғым дейді ақырында. Мен тыныс ала алмадым. Айгерім, менің қызым. Мен дауысымды басқардым. Жақсы, мен жаңа күзетшімін. Сені тексеріп тұрмын. Ештеңе керек емес пе? Айгерім басын шайқады. Мен терезені тексердім, жабық. Есікке қарай бұрылдым. Айгерім дауыс шығарды. Күзетші, сіз кімсіз? Сіз жаңа адамсыз ғой. Сіздің атыңыз кім? Мен тоқтадым. Айналып оған қарадым. Менің атым Ержан, Айгерім кілт етті. Ержан. Ол атауды мен білемін. Менің әкемнің аты да Ержан еді. Ол көп жыл бұрын түрмеге кетті. Мен оны көрмедім. Мен оған жақындадым. Қызым, мен сенің әкеңмін. Айгерім көздері кеңейді. Не? Сіз не айттыңыз? Мен сенің әкеңмін. Ержан Қадырбаев. Мен 12 жыл түрмеде отырдым. 1 ай бұрын шықтым. Сені іздедім. Енді таптым. Айгерім тұрды, артқа шегінді. Жоқ, бұл өтірік. Менің әкем өлді. Атам айтты. Қайтыс болды деді. Жоқ Айгерім, атаң 2 жыл бұрын қайтыс болды. Бірақ мен тірімін. Мен осы жердемін. Айгерім маған қарап тұрды, ұзақ. Содан кейін көз жасы ағып кетті. Әке, шынымен сіз бе? Мен оған жақындадым, құшақтағым келді. Бірақ тоқтадым. Үйде күзет бар, микрофон болуы мүмкін. Мен сыбырладым. Иә, мен сенің әкеңмін.
Бірақ дауыс шығарма. Бізді тыңдауы мүмкін. Айгерім оймен аузын жапты, жылайды. Мен оған жақындадым, қолынан ұстадым. Қызым, тыңда. Мен сені осы жерден алып кетемін. Бірақ сабырлы бол. Егер қазір қашса, Мұрат бізді тауып өлтіреді. Маған уақыт керек. Мен жоспар құрамын. 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, білмеймін. Бірақ алып кетемін. Уәде етемін. Айгерім басын шайқады. Әке, мен күте алмаймын. 3 жыл мен осы жерде тұрмын. 3 жыл Мұрат мені, ол келіп әр түнде, ол мені зорлайды. Мен ойланамын, не істеймін дедім. Бірақ сіз келдіңіз. Әке, өтінемін, мені қазір алып кет. Жүрегім жарылып кетті. 3 жыл Мұрат оны зорлаған. Әр түнде. Менің қызымда. Қайраттың інісі кек алды. Ол менің қызымды ұрлап 3 жыл бойы зорлады. Мен қаным қайнады, қолым дірілдеді. Мұратты қазір өлтіргім келді. Бірақ жоқ. Алдымен қызымды құтқару керек. Мен Айгерімге сыбырладым. Қызым, қазір қаша алмаймыз. Мұраттың күзеттері бар, қарулары бар. Егер қазір кетсек, бізді ату немесе ұстау. Содан кейін екеуміз де өлеміз. Маған сен оңаша күйде керексің емессің. Маған сен тірі керексің. Сабырлы бол. Мен әр күні келемін, сені көремін. Жоспар құрамын. Дұрыс күнде алып кетемін. Сен маған сенесің бе? Айгерім көз жасымен қарады. Сенемін, әке. Тек асықтырыңыз. Мен ұзаққа шыдамаймын. Мен оны құшақтадым. 3 жыл бұрын 16 жаста қалдырған қызым енді менің қолымда, сынған, зорланған, бірақ тірі. Мен оны құтқарамын. Әр қандай бағамен. Мен бөлмеден шықтым, есікті құлыптадым. Қалған 3 бөлмені тексердім, механикалық. Ойым тек Айгеріммен, содан кейін төменге түстім. Мұрат залда отыр. Не бәрі дұрыс па? Дұрыс, барлық бөлмелер жабық, қыздар орында. Жақсы, ертең қайта кел. Келемін. Мен үйден шықтым, көшеге. Түн салқын, аспан жұлдызды. Мен тыныс алдым. Қызым тірі. Ол маған сенеді. Енді мен оны құтқаруым керек. Бірақ қалай? Мұрат қауіпті, үйі қорғалған. Мен жалғызбын. Бірақ мен түрмеде 12 жыл отырдым. Мен қиын жағдайларды көп көрдім. Бұл да өтемін. Жоспар керек. Ақылды, мұқият жоспар. Мен үйге келіп түнде ойландым. Әр нұсқаны қарастырдым. Ақырында жоспар дайын болды. Келесі 3 апта мен ақпарат жинадым. Мұраттың қайда жүретінін, кіммен кездесетінін, қандай іс жасайтынын білдім. Оның бизнесі 3-ке бөлінеді: қару сату, есірткі сату, қыздарды сату. 3 түрлі адамдар жауапты. Дәулет есірткіні басқарады, Ерболат қаруды тасиды, Самат үйді қорғайды. Мұраттың қасында тағы 12 адам бар, бірақ бұл 3-еуі негізгі. Мен түсіндім, Мұратты тікелей өлтіру оңай. Bir түнде келіп оқ атамын. Бірақ содан кейін не? Оның адамдары менің қызымды өлтіреді. Немесе мен тұтқындаламын, түрмеге қайтамын. Жоқ, басқа жол керек. Мен Мұраттың бизнесін бұзамын, оның адамдарын таратамын, оны әлсіретемін. Содан кейін қызымды құтқарамын. Содан кейін Мұратты жазалаймын. Бірінші қадам – дәулетті бұзу. Дәулет есірткіні басқарады. Ол қарақшыларға сатады. Мен біраз күн оны қадағаладым. Әр сейсенбі күні ол үлкен жеткізілім жасайды. Қоймадан анаша мен мак алып қаланың сыртындағы жерде сатады. Мен сейсенбі күні оның артынан бардым. Ол қоймаға келді, сандықтарды көлікке тиеді, қала шетіне жүреді. Онда 3 адам күтеді, қара киімді. Дәулет оларға есірткіні береді, олар ақша береді. Мен қашықтан қарап тұрдым, барлығын көрдім. Келесі сейсенбі күні мен таңертең ерте қоғамдық телефонға бардым, милицияға телефон соқтым. Алло, милиция. Бүгін сағат 3-те қаланың шетінде үлкен есірткі саудасы болады.
Ескі зауыт маңында. Келіп тексеріңіздер. Мен телефонды жаптым. Даусымды өзгерттім, тануға болмайды. Сағат 3-те Дәулет әдеттегідей жеткізілімге жүрді. Ескі зауыт маңына келді, 3 адамды күтті. Олар келді, есірткіні тексерді. Дәл сол уақытта милиция көліктері пайда болды. 3 көлік, 10 милиционер. Олар барлығын ұстады, Дәулетті, 3 сатып алушыны, есірткіні. Дәулет қарсыласқысы келді, бірақ оқ атты, ол тізерлеп тұрды. Кешке Мұрат хабар алды. Ол қатты ашуланды. Мен үйде болдым, естідім. Мұрат телефонмен айқайлайды. Қалай болды? Дәулет қалай ұсталды? Біреу милицияға айтты. Кім айтты? Таңдырды. Мен оны өлтіремін. Бірақ Дәулет милицияда, оған қол жеткізу мүмкін емес. Мұрат 15 000 рубль жоғалтты. Үлкен ақша. Екінші қадам, қару қоймасын бұзу. Ерболат қаруды қоймада сақтайды. Мен ол қойманың қайда екенін білемін. Бір түнде мен сол жерге бардым. Қойма қаланың шетінде, күзет жоқ. Мен есікті ашып кірдім. Ішінде 15 сандық қару бар, табанша мен автомат. Мен әкелген отынды сандықтарға құйдым, түтік шартылдатып жібердім. Қашықтап жүгіріп кеттім. 5 минуттан кейін жарылыс болды. Қойма өртенді. Оттағыш қарулармен бірге жарылды. Көршілер милицияға қоңырау шалды. Өрт сөндірушілер келді, бірақ кешке қалды. Қойма күлге айналды. Милиция келіп күйген қарулардың қалдықтарын тапты. Тергеу басталды. Мұрат тағы ақша жоғалтты, 10 000 рубль. Одан да жаманы, қарусыз қалды. Ол жаңадан сатып алуға тырысты, бірақ қымбат. Оның бизнесі күйреп жатыр. 3-ші қадам, Саматты сатып алу. Самат күзетші, үйді қорғайды. Бірақ ол отбасылық адам, 3 баласы бар. Мен онымен көп сөйлестім, досқа айналдық. Бір күні мен оған шынайы әңгіме бастадым. Самат, мен сұрақ қояйын. Сен 3 баланың әкесің. Неге Мұратқа жұмыс істейсің? Самат күрсінді. Ержан, мен ақша керек. 3 бала көп шығын. Мұрат жақсы төлейді. Басқа жерде табу қиын. Мен түсінемін. Бірақ Самат, Мұраттың ісі өте қауіпті. Дәулет тұтқындалды, қойма өртенді. Милиция енді Мұратты тергейді. Тез арада ол да тұтқындалады. Ал сен де бірге тұтқындаласың. Содан кейін түрмеге барасың. Сенің балаларың не істейді? Самат ойланды. Біраз шындық бар. Мен жалғастырдым. Самат, мен саған ұсыныс жасаймын. Мен саған 80 000 рубль беремін. Бұл менің барлық ақшам, түрмеде жинадым, жұмыстан тапқан. Үлкен ақша. 2 жылдық жалақы. Сен осы ақшаны алып Мұраттан кетесің. Отбасымен бірге басқа қалаға барасың. Жаңа өмір бастайсың. Балаларын әкесін көреді, түрмеде емес. Самат тереңнен ойланды. 80 000 рубль үлкен сома. Бірақ Мұрат ашуланады. Ол мені іздейді. Мен айттым. Мұрат өзінің проблемаларымен болады. Ол сені іздеуге уақыты жоқ. Милиция оны қуып жатыр. Тағы бір ай ол тұтқындалады. Сен қашық қалада болсаң, ештеңе істей алмайды. Самат 2 күн ойланды. Содан кейін келді, айтты. Ержан, мен келсемін. Ақшаңды бер. Мен кетемін. Мен оған 80 000 рубль бердім. Менің барлық жинағым. Самат ақшаны алды. Рахмет Ержан, сен менің отбасымды құтқардың. Мен басқа қалаға барамын, жұмыс табамын. Балаларым қуанады. Самат сол түнде кетті. Отбасымен бірге автобусқа мініп басқа облысқа кетті. Енді Мұраттың үйінде күзетшілер аз. Тек Ерболат және 2 жаңа адам қалды. Олар Саматтай сенімді емес. Мұрат күдіктене бастады. Ол барлығын шақырды, айқайлады. Кім істеп жатыр? Кім менің бизнесімді бұзып жатыр? Егер тапсам, өлтіремін. Бірақ ол кімді айыптайтынын білмейді. Оның тобы ыдырап жатыр. Адамдар қорқады, кейбірі кетеді. Мен күтемін. Тағы бір қадам керек. 3 апта өтті.
Мұраттың жағдайы нашарлап барады. Милиция оны тергеуде, прокурор сұрақ қояды. Дәулет түрмеде, Самат кеткен қойма жоқ. Бизнес құлап жатыр. Мен қызымды әр күні көремін, оған айтамын, жақында, сабырлы бол. Айгерім шыдайды. Ақырында күн келді. 1999 жылдың қыркүйегі. Мен білемін, Мұрат бүгін үйден кетеді. Ол милицияға түсініктеме беруге баруы керек, прокурордың шақыруы. Кешке 5 сағатта барады, түнгі 11-де қайтады. Үйде күзет аз Ерболат және Марат деген жаңа адам. Екеуі ғана. Бұл менің мүмкіндігім. Мен түнге дайындалдым. Түрмеде үйренген әдістерді еске түсірдім. Күзетшілерді қалай тартып алуды, қалай жасырын жүруді. Қару жоқ, тек қолым және ақылым. Жеткілікті. Сағат 12. Мен Мұраттың үйіне жақындадым. Қақпада Марат тұр, жалғыз. Ерболат үйде. Мен қараңғыдан шықтым. Марат, бұл мен, Ержан. Марат бұрылды. Ержан, сен не істеп жүрсің түнде? Мен жақындадым. Мұрат шақырды, ішке кіруім керек. Марат күмәнданды. Бірақ мен шақырмадым. Мен күткен жоқпын, Мараттың қолына ұрдым, қатты, тура жаққа. Ол әлсірейді. Мен оны құшақтап жерге салдым, аузын жаптым. Біраз секундта ол есінен танды. Мен оны бауладым киіммен, белбеумен. Аузын жапқышқа жаптым. Қақпаны аштым, үйге кірдім. Аулада тыныш. Үй есігіне жақындадым. Құлыпты білемін, Самат бұрын үйретті. Ашып кірдім. Залда дыбыс естілді, телевизор. Ерболат отыр ғой. Мен тынысымды басып залға қарай жүрдім. Ерболат дивандағы отыр, телевизорды көреді, қолында пиво. Мен оның артынан жақындадым. Ерболат кешір. Ол бұрылды. Ержан. Не? Мен оның табаншасына ұмтылдым, қолынан шығарып алдым. Түрмеде үйренген. Ерболат тұрмақ болды, мен оған жаққа ұрдым, қатты емес, есінен танып қалсын деп емес, тек әлсірету үшін. Ол дивандағы құлады. Мен оны бауладым, аузын жаптым. Ерболат көздермен сұрайды, не істеп жүрсің? Мен сыбырладым. Кешір, Ерболат. Сен маған жақсы достық көрсеттің. Бірақ маған қызымды алуым керек. Ол осы үйде. 3 жыл Мұрат оны ұстап тұрды. Енді мен оны алып кетемін. Ерболат көздері кеңейді, түсінді. Ол басын шайқап қарсыласпайтынын көрсетті. Мен айттым. Мен сені өлтірмеймін. Тек байлаймын. 1 сағаттан кейін өзің шеше аласың. Ерболат кімәді. Мен 2-ші қабатқа шықтым. Дәліз қараңғы, тыныш. Менде кілттер бар. Мен Айгерімнің бөлмесіне бардым, есікті аштым. Айгерім төсектің шетінде отыр, қорыққан. Есік ашылғанда ол дірілдеді. Содан кейін мені көрді. Әке. Мен келдім. Я, қызым. Кел, кетеміз. Қазір. Мұрат үйде жоқ, күзет байланған. Біз босмыз. Айгерім тұрды, бірақ аяғы дірілдеді. Мен оны ұстадым. Кел, баямын. Біз дәлізге шықтық. Мен басқа бөлмелерді де аштым. 9 бөлме, 12 қыз. Олар шығып мені көрді. Кімсіз? Қашаламыз ба? Мен айттым. Иә, қашыңдар. Милиция келеді. Бірақ жылдан болыңдар. 12 қыздан оны қашты, 2 қалды, қорықты, білмейді қайда баратынын. Мен оларға ақша бердім. Мына автобусқа отырыңдар, қалаға барыңдар. Милицияға айтыңдар. Олар келісті. Айгерімді ұстап төменге түстім. Залдан өттік. Ерболат байланған отыр, бізге қарай. Аулаға шықтық. Марат әлі есінен танған. Қақпаны аштық, көшеге шықтық. Түн салқын, аспан жұлдызда. Айгерім менің қолымды ұстап жылайды. Әке, шынымен біз құтылдық па? Я, қызым. Енді ешкім сені ұстамайды. Біз қауіпсізбіз. Айгерім құшақтады, қатты жылады. 3 жыл күткен жылау. Біз жүрдік. Қалаға жеткенше жарты сағат. Мен Айгерімді Гүлнардың үйіне алып бардым.
Гүлнар есікті ашты, таң қалды. Ержан. Бұл кім? Бұл менің қызым, Айгерім. Гүлнар апа, өтінемін, бір түн сақтаңыз. Ертең келемін. Гүлнар түсінді, кімәліп. Кел қызым, кір. Мен сені тамақтандырайын. Мен Айгерімге сүйдім. Қызым, сен мұнда қауіпсізсің. Гүлнар апа жақсы адам. Ертең мен келемін. Айгерім сұрады. Әке, сіз қайда барасыз? Мұратты іздеймін. Соңғы іс қалды. Айгерім көздері кеңейді. Әке, жоқ. Ол сізді өлтіреді. Жоқ қызым. Мен оны өлтіремін. Немесе милицияға тапсырамын. Бірақ ол жазасын алады. Мен кеттім. Көшеде жүріп, Мұратты қайда табамын деп ойландым. Прокуратурада болуы керек. Немесе үйге қайтты. Мен шешім қабылдадым, прокуратураға барамын. Егер онда болса, табамын. Прокуратура қаланың орталығында. Үлкен ғимарат, әкімшілік. Мен жақын келіп қадағаламын. Сағат 12 түнде есік ашылды, Мұрат шықты. Оның қасында 2 милиционер, олар оны шығарып салды. Мұрат ашулы көрінеді, бетінде қызыл. Ол көлігіне отырды, қайда барады? Мен оның артынан жүрдім. Көлік қала шетіне барды, ескі мейрамханаға тоқтады. Мұрат кірді. Мен терезеден қарадым. Мейрамхана жабық, бірақ ішінде жарық бар. Мұрат бір адаммен сөйлесіп отыр, ақша санап жатыр. Мен артқы есіктен кірдім. Коридорда тыныш. Мен залға қарай жүрдім. Мұраттың дауысы естілді. Міне, 10 000 рубль. Келесі жөнелтім үшін. Екінші адам айтты. Жақсы Мұрат, бірақ тез жібер. Милиция сені іздеп жүр. Білемін, мен кетемін. Сен де бар. Екінші адам шықты. Мұрат жалғыз қалды. Мен есіктен кірдім. Мұрат көтеріп қарады. Кімсің? Мен жарыққа шықтым. Мұрат, мен сенімен сөйлесуге келдім. Мұрат мені тағы қарады. Ержан, сен не істеп жүрсің? Үйде болуың керек еді. Үйде жоқпын. Сенің үйінде болдым. Қыздарыңды босаттым. Қызымды алып кеттім. Мұраттың беті өзгерді. Не айттың? Қызымды айттым. Айгерім, сен оны 3 жыл ұстап тұрдың. 3 жыл зорладың. Енді ол бос. Ал мен сенімен есеп айырысуға келдім. Мұрат кілт қағып күлді. Қызың? Айгерім? Сен оның әкесісің бе? Мен түсінбедім, ойла, Ержан. Ержан Қадырбаев. 12 жыл бұрын Қайратты өлтірген Ержан. Иә, мен түрмеден шықтым. Сені таптым. Енді жауап бересің. Мұраттың жүзінде жек көрушілік пайда болды. Енді түсінікті. Сен менің ағамды өлтірдің. Мен сенің қызыңды алдым. Әділ кек. 3 жыл мен онымен ойнадым. Әр түнде. Ол жақсы қыз еді. Қатты жылады. Бірақ мен тоқтамадым. Себебі сен менің ағамды өлтірдің. Мен қарай ұмтылдым. Мұрат табаншаға ұмтылды, бірақ мен жылдамырақ. Түрмеде жылдамдықты үйрендім. Мен оның қолын ұстадым, табаншаны алдым. Мұрат маған ұмтылды, ұрмақ болды. Мен оның жақсынан ұрдым, қатты. Ол артқа шығып үстелге құлады. Мен оны ұстап қайта ұрдым. 1, 2, 3. Әр соққымен ашу шықты. Мұрат жерге құлады, бетінен қан ағады. Ол қараңда. Өлтір мені. Аяқта мен тоқтадым. Жоқ Мұрат, мен сені өлтірмеймін. Себебі өлім тым жеңіл жаза. Сен түрмеге барасың. 15 жыл. Онда сенің ағаңның жаулары күтеді. Олар сені әр күні зорлайды, соғады. Сен тозақта өмір сүресің. Мен Мұратты бауладым, милицияға телефон соқтым. Алло. Мен Мұрат Әлімбетовті ұстадым. Ескі мейрамханада. Келіңіз, және прокурор Нұрбек Жақсылықұлын шақырыңыз. Маған дәлел беруің керек. 15 минуттан кейін милиция келді. Одан кейін Нұрбек прокурор. Ол маған қарады. Ержан Қадырбаев. Иә, сіз түрмеден шыққан адамсыз ғой.
Шықтым, Мұратты мен ұстадым. Міне ол. Және міне дәлел. Мен Нұрбекке қағаздар бердім, Мұраттың есірткі, қару, қыздар туралы жазбалары. Мен оларды үйінен алдым. Нұрбек оқыды, басын шайқап. Бұл жеткілікті. Мұрат Әлімбетов тұтқындалады. Қару сату, есірткі сату, адам саудасы. 15 жыл түрме. Мұрат айқайлады. Жоқ, сіз мені тұтқындай алмайсыз. Менің әкем, менің адамдарым. Нұрбек салқын қарады. Сенің әкең өлген. Адамдарың таратылған. Енді сен ешкімсің. Мұратты апарды. Ол аттап қарсыласты. Ержан, мен түрмеден шыққанда саған кек аламын. Сені өлтіремін. Мен күлдім. 15 жылдан кейін шығасың, Мұрат, онда мен 60 жастамын, қызым 38-де. Біз өмір сүреміз. Ал сен түрмеде өлесің. Нұрбек маған бұрылды. Ержан Қадырбаев, сіз де жауапты боласыз. Заңсыз іс жасадыңыз, күзетшілерді ұрдыңыз. Білемін, қанша аламын. Нұрбек ойланды. 1 жыл шартты. Одан көп бере алмаймын. Қанағаттанамын. Мен үйге қайттым. Таң ата бастады. Қызым құтқарылды. Мұрат тұтқындалды. Кек орындалды. Бірақ мен қуанышты емеспін. Тым шаршадым. 12 жыл түрме, 1 ай кек. Енді не істеймін? 2 апта өтті. Мұратқа 15 жыл түрме тағайындалды. Милиция тергеу кезінде одан да көп қылмыстар тапты. Оған қатаң режимді колония беріледі. Онда ол аман қалмайды. Мен білемін. Маған 1 жыл шартты түрме берілді. Мен бос жүремін, бірақ прокуратураға ай сайын баруым керек. Қанағаттанамын. Әйгерім емделуде. Психиатр оған көмектесіп жатыр. Травма терең, 3 жыл зорлау адамды бұзады. Бірақ Әйгерім күшті. Ол емделеді, қалпына келеді. Біз әкемнің үйінде тұрамыз. Үйді жөндедік, бояғыздық, жаңа жиһаз алдық. Енді ол үй сияқты көрінеді. Алғашқы апталар қиын болды. Әйгерім түнде шыңғырады, түсінен оянады. Мен оның қасына барамын, құшақтаймын. Мен мұндамын, қызым. Енді ешкім сені жарақаттамайды. Ол жылайды, мен оны басына басымды қоямын. Біз екеуміз бірге шыдаймыз. 1 айдан кейін Әйгерім сурет салуды қайта бастады. Балалық кезінде жақсы көрген өнер. Әкем оған қағаз бен бояу сатып берген еді. Енді мен жаңа бояулар сатып алдым. Әйгерім отырып сурет салады. Ол табиғатты салады, ағаштар, гүлдер, құстар. Оның суреттерінде үміт бар. Мен жұмыс таптым. Құрылыс компаниясында жұмысшымын. Ақыр жалақы төмен, 3000 рубль айына. Бірақ жеткілікті. Біз тамақ аламыз, жалақы төлейміз, өмір сүреміз. Маған көп керек емес. Bir күні Әйгерім маған сұрақ қойды. Әке, сіз неге Мұратты өлтірмедіңіз? Ол оны лайық еді. Мен оған жауап бердім. Әйгерім, егер мен оны өлтірсем, мен түрмеге қайта оралар едім. Сен жалғыз қалар едің. Маған сен керектің. Өлтіру оңай. Өмір сүру қиын. Бірақ біз өмір сүреміз. Әйгерім түсінді. Әке, рахмет. Сіз мені құтқардыңыз. Қызым, сен өзіңді құтқардың. Сен 3 жыл шыдадың. Сен күшті қызсың. Мен тек көмектестім. Мамыр айы келді. 1990 жыл. Елімізде жаңа өмір басталды. Тәуелсіздік, бостандық, мүмкіндіктер. Біз де жаңа өмір бастадық. Bir күні Әйгерім маған айтты. Әке, мен техникумға түскім келеді. Сәнгер болғым келеді. Киім жасау. Керемет, қызым. Мен саған көмектесемін. Біз техникумға бардық, өтініш бердік. Оны қабылдады. Қыркүйекте ол оқуын бастайды. Мен паркте отырмын. Күн жылы, аспан ашық. Қасымда Әйгерім отыр, ол мұздай крем жеп жатыр. Ол жылмайып отыр. Шынайы күлкі. 3 жыл бойы көрмеген күлкі. Мен оған қараймын, жүрегім жылынады. Әйгерім сұрайды. Әке, сіз бақыттысыз ба? Мен ойланамын.
Бақыттымын ба? 12 жыл түрмеде отырдым. Әйелім өлді. Әкем өлді. Қызым зорланды. Бірақ енді қызым маған қасымда, тірі, күліп отыр. Иә, Әйгерім, мен бақыттымын. Біз үйге қайттық. Кешке мен тамақ жасадым, қарапайым, картопты мен ет. Біз үстелде отырып тамақтандық. Әйгерім маған әңгімелейді техникум туралы, сурет туралы, келешек туралы. Мен тыңдаймын. Бұл дыбыс қызымның дауысы менің үшін ең қымбат дыбыс. Түнде мен төсекке жаттым. Ойландым, Мұрат түрмеде. Ол 15 жыл отырады. Оның өмірі бітті. Ал біздің өміріміз басталды. Кек орындалды, бірақ ол мені бақытты етпеді. Қызымды құтқару бақытты етті. Келесі таңда жаңа күн басталады. Мен жұмысқа барамын, Әйгерім техникумға дайындалады. Біз өмір сүреміз. Қарапайым, тыныш өмір. Бұл ең жақсы өмір. Эпилог 1 жылдан кейін. 2000 жыл. Жаңа 1000 жылдық. Әйгерім техникумда оқиды, жақсы оқиды. Ол үйде сурет салады, маған көрсетеді. Міне әке, көк аспандағы құс. Бос ұшып келеді. Керемет қызым. Өте әдемі. Сіз үшін саламын, әке. Сіз мені құтқардыңыз. Жоқ, қызым. Біз бір-бірімізді құтқардық. Біз үйде отырмыз, үнсіз, бірақ бақытты. Айналада қауіпсіздік, жылылық, махаббат. Мұрат түрмеде өлі өмір сүреді. Біз тірі өмір сүреміз. Және бұл ең үлкен жеңіс. Кек емес. Өмір.